Тазша бала. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерден пайда кәсіп қылуға талап етіп, өзіне деген ешкісін сойып алып, кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап кетіпті. Келе жатып, бір өнерші байдікіне кезігіпті. Бұл байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте жауыз адам екен. Өзі жалданған жігітті бір сандыққа салып қойып, аштан өлтіріпті. Үйінде қалған ортаншы баласы бұл да өнер үйренбекке талап етіп, ол да ағасының кеткен жолымен кетіп, өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай оны да аштан өлтіріпті. Үшінші тазша бала, ол да ағаларындай өзіне тиген еншісін сойып алып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсатын алып жүріп кетіпті. Келе жатса, бір қора қойға ұшырапты. Бір қора қойдың қойшысына жолығып сұраса, бұл қойлар әлгі өнерші байдікі екен. Қойшысы бір шал екен. Ол тазшадан сұрайды: «Балам, қайда барасың?» деп. Тазша бала жауап береді: «Өнер үйренуге барамын» деп. Сонда шал тұрып айтады: «Балам, бұл сөзіңді ешкімге айтпа, өзің өтірік айтпа» депті. Сонан соң бұл бала өнерші байға барыпты. Байдың үйіне қонып, ертең жүрейін деп жатқанда, өнерші бай тазшадан сұрайды: «Балам, қайда барасың, жолың болсын» депті. Тазша бала жауап береді: «Мен өзіңдей ер баласы жоққа еншілес боламын» деп айтады. Сонда өнерші айтады: «Балам, сен маған қал, бала бол, біздің бір құнан қойды сойып, той қылып, асық жілігін етімен өзің жеп қоярсың. Мен өзім жолаушы барамын» дейді де өзі жолына кетеді. Тазша бала: «Қош әке, жақсы бол» деп үйде қалып қояды. Бұл өнерші байдың үйінде бір қызы бар екен. Қыз тазша балаға айтады: «Аға, асық жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой. Сонда бір ақ тазы келіп, жілікке ұмтылып, сонда сен балтаны алып, тазыны өлтір» дейді. Мұнан соң тазша бала ақ құнан қойды сойып, той қылып, көршілерін шақырып, асық жілігін өзі жемей, кереге басына іліп қойыпты. Айтқанындай-ақ тазы келіп жілікке ұмтылады. Тазша балтамен жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы тазыға тимей, ит қашып құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне қайтқан соң, тазша баланы мұндай істерді істегенін біліп, қатты ашу шақырады. Бұл итті аштан өлтірейін деп сандыққа салып қойыпты. Байдың бағанағы қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп тамақ беріп, тазша баланы тойындырып тұрыпты. Осы сандықта жатып, бала байдан неше түрлі сиқыр өнерін үйрене беріпті. Бірнеше күндер өткен соң, тазшаның өз әкесі балаларын іздеп шығып, өнерші байдікіне келіп сұрайды: «Бір тазша балам бар еді, соны көрдіңіз бе?» деп. Өнерші бай: «Көргенім жоқ» деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрған сөздерін үйде сандықта жатқан тазша естіпті. Бай әлгідей дегенде тазша: «Әке, мен мұндамын» деп ішінен айғайлапты. Даусынан баласын танып, байдың сандығынан шығарып алып, тазша мен әкесі үйіне қайтыпты. Тазша жолай әкесіне айтады: «Көке, мен қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып жетектеп барып базарға сат, бірақ жібіңді алып қал» дейді. Баласы сол жерде айтқанынша қара құнан қой болады. Да әкесі мойнына жіп тағып, базарға сатып ақшасын алып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп келіп, әкесіне айтады: «Көке, мен қара жорға ат болайын, мені базарға апарып сат, пұлымды ал, бірақ шылбырыңды алып қал» депті. Баласы айтқанынша ат болып, әкесі базарға апарып сатып, шылбырын алып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы тазша өз қалыбына түсіп,
Үйіне келіп әкесіне айтады: «Көке, мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын. Сен мені базарға апарып сат та пұлымды ал. Бірақ бұйдамды алып қалып үйіңе қайта бер», дейді. Тазша айтқанынша тайлақ болып, әкесі сатайын деп базарға жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады: «Маған мынау тайлағыңды сат», деп. Тазша әкесі айтыпты: «Тайлағымның бағасы 100 ділда», деп. Сонда өнерші бай олардың айласын біліп, жаман оймен тайлақты 100 ділдаға сатып алыпты. Үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып алып, «Мынау тайлақты ұстай тұр», депті де, өзі пышақ алып шығып, тайлақты бауыздайын деп үйіне жүгіріп кетіпті. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, бұл да пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кірген кезде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя береді. Өнерші бай көре сала үйіне қашып бара жатқан тайлақты қуыпты. Тазша сонда түлкі болып қашыпты. Өнерші бай тазы болып қуыпты. Өнерші бай жете берген кезде тазша түлкіден үйрек болып ұшыпты. Бай сонда қаршыға болып қуыпты. Біраздан соң тазша бала торғай болып қашыпты. Сонда бай қырғи болып соңына түсіпті. Онан соң тазша торғай қалыбына түсіп, ұшып келіп шарбаққа қонып отырыпты. Бай қырғи болып келіп таяна бергенде, тазша шүберек болып жерге түсіпті. Өнерші бай кісі болып келіп, шүберекті қолына алайын депті. Тазша тары болып шашылыпты. Өнерші бай тауық болып шұқиын дегенде, тазша мысық болыпты да, тауық болып жүрген сиқыршы байдың желкесін қиып, үнін өшіріпті. Сөйтіп мұратына жетіпті.